Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге екі түрлі коктейль жасаудың жолын көрсететін боламын. Құрамына 2-3 ғана зат қажет болады. Өте жеңіл, жаздың күні балаларыңызға ешқандай йогурт сатып әперудің қажеті жоқ. Осы коктейльдерді жасап берсеңіздер жеткілікті болады. Бізге кішкене мороженое қажет болады, және де 4-5 тал клубника, 2-3 штук банан, және де 200 мл сүт қажет болады. Құлпынайдың бәрін жақсылап тазалап жуып алдын ала дайындап қоямыз. Одан кейін құлпынайды осындай 4-5 бөліктерге бөліп кесіп алатын боламыз. Біз қазір клубничный коктейль жасайтын боламыз. Бізге погруженный блендер қажет болады. Осы блендерімізға клубникаларды салып, алдымен клубниканың өзін жақсылап, майдалап, езіп алатын боламыз блендердің көмегімен. Оның үстіне мороженойды қосатын боламыз. Бізге жай ғана осындай стаканчик мороженойдың ішіндегісі қажет болады. Салып, оның үстінен 100 мл сүтті салып, тағы да бір рет жақсылап блендердің көмегімен араластырып жібереміз. Және де бетіне клубниканы турап, стаканға салып, өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты неше түрлі сәндеп отбасыларыңызға немесе балаларыңызға ұсынсаңыздар, дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді біз бананды коктейльді жасайтын боламыз. Бұл үшін бананымызды жақсылап турап аламыз. Ең алдымен бір банандан жасайтын боламын. Егер сіздер көп жасайтын болсаңыздар, 2-3 бананды жасап, құрамын 2-ге көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Осы бананның өзін алдымен жақсылап блендермен езіп аламыз. Оның үстінен тағы да 100 мл сүтті қосып, тағы да бір рет блендермен араластырып жібереміз. Достар, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, дәл осы видео ұнаған болса, астына лайк басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетулеріңізді сұраймын. Мен осы бананды коктейльдің кішкене дәмін тәттірек ету үшін, балаларға ұнау үшін 1-1,5 ас қасық мед, яғни балды қосып жібердім. Кішкене тәттірек болады, дәмі де өте әдемі болып шығады. Тағы да бір рет блендермен араластырып жібереміз. Егер де қоспасаңыздар да болады, құры жаңағы банан мен сүттің өзін араластырып жасасаңыздар да болады. Үйде осылай бар заттармен балаларыңызды ешқандай йогурт сатып әпермей, құрамында артық заттар жоқ, өте пайдалы болып шығатын коктейльдерді міндетті түрде жасап беріңіздер. Қазір нағыз клубниканың пісіп тұрған кезеңі. Осылай жасасаңыздар, балаларыңызға міндетті түрде ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған арайлым.